Міне Кармин деген приложение жүктеп аласыз Play Market'тен. Карминға басамыз. Схеманы қайдан қараймыз? Мысалы үшін компьютердің питаниясын тексеру керек бізге. Toyota'ны алайық. 1-2-3 машин көрсетем. Қалғанын өздеріңіз қарап аласыздар, асықпай. Toyota міне. Toyota Camry дейік мысалы үшін. Міне Camry. Camry'дің 2006 жылын алсақ. Engine, міне engine деп тұрады. Engineға кіреміз. Бұл жерде 2AZ, біздікі 2D4 мысал үшін. Міне басамыз. Кірдік, мынаны басамыз. Мінекей схема шықты. Бізге питание мен массаларын тексеру керек. Келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па. Мына ұзын, бұл жерде EBU компьютер. Міне жазылып тұр мына жерде. EQ деп тұр. Міне EQ. Енді қараймыз. Міне батарей плюс келеді. Постоянный плюс. Міне бір плюс. Тоже предохранитель. Қай предохранительден келеді? Міне тұр. EFI 10 ампер деген предохранительден келеді. Оны тексереміз. Мысал үшін ол бар. Келесі через зажигание келетін. Міне тұр. B плюс 2. 2 плюс келеді екен через зажигание. Қызыл проводпен жүріп отырамыз. Ол бізде EFI 15 ампер дегеннен келеді екен. Және жоқ 15 ампер, иә. Ол питанияны алады EFI реледен. Главное реле. Мінекей. Ол реле питанияны алады 30 амперлі, міне. 30 амперлі. 30 амперлі реледен алады екен. Енді ары қарай кеттік. Плюспен разобрались. Міне 2. Енді бізге минустар керек. Былай қарай жүріп отырамыз. Минусты білеміз уже қалай белгіленетінін. Мінекей. Минустар міне біздікі. Қара проводтар. Міне. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 6 минус қой. Минустарды тексердіңіз. Мысал үшін сізге катушка керек. Катушка міне жоғары жағында тұр. Ignition coil, катушка зажигания. Бұл компьютердің мына жерінде тұр. B разъемы 81-ші аяққа келеді екен. Екінші проводы B разъем 85-ші аяққа келеді. Осылай қарайсыздар. Енді мысал үшін бізге форсунка қай аяққа келуін табу керек. Fuel injector деп тұр, мінекей. Номер 4-ші форсунка. Мынау 3-ші форсунка, 2-ші, 1-ші. Мысалы 2-ші форсунканың аяғы қайда келеді? Мына жерге қараймыз. B разъем 107-ші аяқ. Релені білеміз қалай белгіленеді. Міне, главный реле. Мынау катушка тұрған ішіндегі управление жағы, мынау силовой аяқтар. Теорияда үйреткен оны. Осылай қарай бересіздер. Мына жерде мысалы қарасақ, акселератор позицион сенсор дейді. Мына жерін аударуға болады. Мен телефонда мынандай перевод с экрана дегенді басасыздар. Білмесеңіз. Датчик положения акселератора дейді. Аударуға болады. Бұлай жақындатасыз. Мысал үшін мына жерге келдіңіз. Мынаны білмейсіз. Ignition coil деген неме деген сөз. Міне перевод істейсіз. Катушка зажигания деп шығады. Түсінікті деп ойлаймын.
Дагы бир схема көрсөтүп кетем азыр.